Сәлем достар, сіздермен бір әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздермен өте пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Бүгінгі шығарылым жастарға арналған 2,5% кредит. Кімдер, қашан және қалай алады? Сол жайлы айтатын боламын. Бағдарлама 21 мен 35 жас аралығындағы жастарға арналған. 2023 жылғы наурыз айында жаңадан кәсіп бастағысы келетін, не бар кәсібін кеңейтуге ниеті жастарға 2,5% несие беріле бастайды. Биыл бұл бағдарлама аясында 5800 жас 5 миллион теңге сомасында микрокредит ала алады. Еңбек және халық әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми ақпаратына сүйене отырып, жастарға арналған 2,5% микрокредит туралы түсіндіремін. Микрокредит шарттары қандай? Несие бағдарламасына тіркелгеніне әлі 5 жыл толмаған жеке кәсібі бар, 35 жасқа толмаған жастар қатыса алады. Үміткердің жасы құжат тапсыру сәтінде ескеріледі. Несиенің ең жоғарғы сомасы 5 миллион теңге, кепіл қою міндетті. Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2,5%-дан аспайды. Кредиттеу мерзімі мал шаруашылығына 7 жыл, өзге кез келген мақсат үшін 5 жылға беріледі. Өтінімдер қашан қабылданады? Құжаттарды 2023 жылғы наурыз айынан бастап қабылдау жоспарланған. Нақты уақытта халықтың жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органдардың ресми интернет ресурстарында жарияланады. Микрокредитке құжаттарды тапсыру, оны қарастыру, комиссия қарауына шығару мерзімдері арнайы бұйрықпен реттелген. Кредитті қандай мақсатта алуға болады? 2,5% микрокредит жастардың кәсіпкерлік бастамаларына жәрдемдесу мақсатында беріледі. Сала бойынша шектеу қойылмаған, яғни басым бағыттар бекітілмеген. Конкурстық комиссияның шешімінен үздік деп танылған жас кәсіпкердің бизнес жобалары микрокредит ала алады. Құжаттарды қайда өткізеді және ол қалай қаралады? Микрокредит алуға ниетті адам құжат қабылдау науқаны басталған соң аграрлық несие корпорациясының жергілікті филиалдарының біріне жүгінуі керек. Үміткер оған қажет құжаттар тізімі келесі бөлімде ұсынылған. Аграрлық несие корпорациясы құжаттарды өтініш тіркелген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде тексереді. Құжаттар мен ондағы мәліметтер микрокредиттеу шарттарына сай келмесе, себебін көрсете отырып, құжаттарды иесіне қайтарады. Өтініш тіркелген күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде құжаттар мен бизнес жобаға бағалау жүргізіледі. Бизнес жобаны бағалаудан кейін 3 жұмыс күн ішінде нәтижесін конкурс комиссиясына ұсыну үшін халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органға жібереді. Бизнес жобаларды іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы айына ең кемі 1 рет өткізіледі. Үздік бизнес жоба иелері халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органмен және аграрлық несие корпорациясымен микрокредит беру туралы шартқа және кепіл шартына қол қояды. Кепіл шартын уәкілетті орган тіркегеннен кейін аграрлық несие корпорациясы 5 жұмыс күн ішінде үміткердің шотына микрокредит сомасын аударады. Қандай құжаттар талап етіледі? Микрокредит алуға үміткер келесі құжаттарды аграрлық несие корпорациясына ұсынады. Микрокредит алуға сауалнама өтініш, жеке басты куәландыратын құжат, кредиттік тарих субъектісінің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроға беруге, сондай-ақ кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге келісімі, субъектінің мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау, мемлекеттік емес органдарға, бұқаралық ақпараттық құралдарына берілген микрокредит туралы ақпаратты мәлімелерді және кредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалу-орындалмауы туралы барлық мәліметті беруге және алуға келісімі. Бизнес жоспар. Қарыз алушының микрокредит алу, мүлікті кепілге беру жөніндегі мәмілені мақұлдау туралы шешімі. Агенттің ішкі құжаттарына сәйкес рәсімделген мүлікті кепілге беру жөніндегі кепіл берушілердің келісімі. Қызмет көрсететін банктен шоттың бар екені туралы анықтама. Несиелік берешектің, оның ішінде қаржы ұйымдарына мерзімі өткен берешектің болуы туралы анықтама. Кредиттер болса, қарыз алушының жалақысын, өзге де кірістерін растайтын құжат, жинақтаушы зейнетақы қорының үзінді көшірмесі. Бағалау туралы есеп. Кепіл беруші және кепілмен қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар. Бизнес жобалар қалай бағаланады? Бизнес жобаларды іріктеу критерийлері: өзектілік, аргументтілік, экономикалық негіздемелік, қоғамдық маңыздылық,
бұрын атқарылған жұмыстардың іс-қимыл жоспарының болуы, бизнес жобаның өміршеңдігі. Несиеге каникул беріле ме? Бекітілген қағидаларға сәйкес негізгі борыш пен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең микрокредит беру мерзімі ұзақтылығының 1/3-нен аспайды. Кредит 5 жылға, яғни 60 айға берілсе, жеңілдікті кезең 20 айды құрайды. Каникул алу үшін микрокредит алған адам агент атына өтініш жазуы керек. 2,5% мөлшерлеме жеңілдікті кезеңге есептеледі, бірақ оны өтеу мерзімі кейінге шегерілуі мүмкін. Кепілдік қою міндетті ме және оның сомасы қандай? Кепілдік қою басты талаптардың бірі. Үміткерлерде кепіл болмаса үшінші тарап кепілгер бола алады. Кепілге жылжымайтын мүліктен басқа меншіктегі жер немесе арнаулы техника қабылданады. Үміткер үйленген не тұрмыста болса, жұбайының нотариалды рұқсаты керек. Қамтамасыз ету нысанының өтімділік коэффициенттері тапсырма шарттарында бекітіледі. Мысалы, республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда және тапсырма шартының 2 нөмірінде кестесінде көрсетілген елді мекендерге орналасқан жылжымайтын мүліктің бағалау сомасының 80%-нан артық емес соманы несиеге беріледі. Кредиттің қайда жұмсалғаны тексеріле ме? Микрокредит алушы халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органмен және аграрлық несие корпорациясымен микрокредит беру туралы шартқа, кепіл шартына қол қояды. Бұл келісімшарттарда тараптардың жауапкершілігі, құқықтары мен міндеттері айқындалады. Микрокредит беру шартында қарыз берушіге және аграрлық несие корпорациясына кез келген уақытта қарыздың мақсатты және уақытылы пайдалануын, кепіл мүлкіне тексеру жүргізуіне кедергі жасамауға, арналған қарыздарда кепіл мүлк пайдалануға қатысты барлық қажетті құжаттар ұсынуға қатысты тармақ бар. Несиені қайтармаса, не ақша мақсатсыз жұмсаса, қандай шара қолданылады? Жасалған келісімшарттарға сәйкес микрокредит алушы өзіне жүктелген міндеттерін орындамаса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады, яғни кепілге қойылған мүлікпен жауап береді. Жергілікті органдар мен аграрлық несиелік корпорациясы филиалдары 2023 жылғы ақпан айының соңына дейін микрокредиттер беру тәртібі, микрокредитті қамтамасыз етудің негізгі шарттары, тәсілдерін тапсырма шартында белгілейді. Тапсырма шартының үлесіндегі қарыз алушы қарызды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда агент ұсынған сенімхат негізінде сот тәртібімен қарыз алушыдан және немесе кепілдерден берешекті өндіріп алуға агент міндеттенеді. Бюджеттен қанша қаржы бөлінеді және қанша адамға несие беріледі? 2023-2025 жылдары 90,5 миллиард теңге сомасында 18.200 микрокредит беру жоспарланған. Оның ішінде ауыл жастарына басымдық беріле ме? Жоқ, бағдарламада ауыл жастарына басымдық беру көзделмеген. Микрокредит комиссия іріктеуінен өткен үздік бизнес жобаларға ғана беріледі. Ауылды дамыту үшін ауыл шаруашылығы министрлігінің тараптарынан берілетін басқа несие бағдарламалары да жұмыс жасайды. Бағдарлама қай уақытқа дейін жалғасады? Қазақстан президентінің сайлау алды бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарында 2029 жылға дейін жастарға микрокредит беріледі деп көрсетілген. Өтінім беруге арналған онлайн платформа әзірлене ме? Қазіргі уақытта онлайн өтінім қабылдайтын платформа жасау мәселесін аграрлық несиелік корпорациясы мен еңбек ресурстарын дамыту орталығының әзірлеушілері қарастырып жатыр. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.